Жолдарың болсын. Рахмет сізге, ата. Сізді әрқашан есімізде ұстаймыз. Айтқан ақылдарыңызды достарымызға жеткіземіз. Сау болыңыз, ата. Қандай тамаша адам. Ал енді кеш болмай тұрып, ескерткішке жетіп алайық. Міне, келіп те қалған сияқтымыз. Саламатсыз ба, аға? Аман болыңдар, балақай. Біз осы жерден даналық тасын іздеп жүредік. Сондықтан Қармақшы жері туралы білгіміз келеді, аға. Жақсы, келіңдер. Жақын отырыңдар да құлақ салып тыңдаңдар. Қармақшы атауы 15 ғасырдан бастау алған. Қармақшы ауданының орталығы Жосалы кентінің оңтүстігіне қарай 20 шақырым жердегі үлкен төбеде Жоса тасы болған. Сондықтан 1905 жылы салынған темір жол станциясы осы Жосалы төбесінің атымен Жосалы станциясы деп аталған. Аудан аумағында Қорқыт ата мазары, Жетасар, Алтындасар, Шірік-Рабат, Сырлы там, Қосқала, тағы басқа көне заман тарихи, архитектуралық ескерткіштер бар. Атаңызға айналған орта ғасыр ойшылы күй атасы Қорқыт бабаға Рүстем дастан эпосының қазақша нұсқасының авторы ақын Тұрмағамбет Үстілеуовке екінші дүниежүзілік соғыста болғандарға арналған ескерткіштер қойылған. 1932 жылдан Қармақшы таңы газет шығады. Аудан жерінде Байқоңыр ғарыш алаңы орны. Қармақшы атақты тұлғаларға толы. Тұрмағамбет ауылының өзінен 100 жырау. Фердаусидің шахнамасын қазақ тіліне аударған Тұрмағамбет Үстілеуұлы. Ақын Омар Шораяқұлы. Алмас Алматовтар шыққан. Социалистік еңбек ері Сайденхақ, Салима Жұмабекова, дүние жүзіне танымал дәрігер Юрипия. Әнші Жеңіс Сейдуллаұлы біздің жақтың тумасы. Керемет, ағаң болған қандай жақсы, қаншама тарих біл. Иә, ағасы бардың, жағасы бар деп бекер айтпаған ғой. Қаншама тарихпен таныс. Рахмет, аға. Қызылорда талай талантты тудырған құтты мекен екен ғой. Дұрыс айтасыңдар, достар. Қазір еліміздің мақтаншына айналған қаншама апа ағаларымыз бар. Толғау Тарланы, Базар жырау, Жиенбай жырау, Сыр Сүлейен Нұртуған, Тәңірберген Қалауов, жыраулар Көшеней Үрстембеков, Шамшат Төлепова, Ақерке Өтепбергенова, Айнұр Ешбаева, Жадыра Қоңыратбаева, журналист Дана Нұржігіт, өнер жұлдыздары Мәдина Сәдуақасова, Гүлнұр Оразымбетова, Алмас Кішкенбаев, Төреғали Төрәлі, Ғалымжан Молданазар, актер Мұрат Бейсенбин, Нұрлан Қоянбаев, спортшылар Марина Вальнова, Қамшыбек Қоңқабаев сынды аға апаларымыз да. Дұрыс айтасың. Спортшылардың ішінде зілтеміршілер Илья Ильин мен Александр Зайчиковтың орны ерекше. Ал аға, біз енді Қорқыт ата ескерткішіне баруымыз керек. Жолдарың болсын, балаларым. Сау болыңыз, аға. Сізге зор денсаулық тілейміз. Ассалаумағалейкум, ата. Бақытты болыңдар, балаларым. Келіңдер, қош келдіңдер Қорқыт жеріне. Ата, біз бұл жерге даналық тасын іздеп келіп едік. Қайдан тапсақ екен? Келіңдер, мен сендерге Қорқыт аталарың туралы аңыз айтып берейін. Бәлкім содан кейін тауып қаларсыңдар. Қорқыттың әкесі Қарақожа, анасы Алтыншаш, анасы Қорқытты құрсағында 3 жыл 9 күн көтеріп жүріпті. Қорқыт туған күні жер дүние алай-дүлей болып, аспанды қара бұлт торлап, қатты дауыл соғыпты. Дүниеге келген сәбидің атын бәрімізді қорқытып келген бала деп Қорқыт қойған. Аңыз бойынша ажалдан қашқан Қорқыттың алдынан жер қазып жатқан адамдар кездесе беріпті. Бұл жерді неге қазып жатсыңдар деп сұрағанда, олар Қорқыттың көрін қазып жатырмыз дейді екен. Ажалдан құтылмасын білген Қорқыт су шетінен көр қазылмас деп Сырдарияның бетіне кілемін төсеп, қобызынан күй тартып, ұзақ жылдар отырады. Қорқыттың күйін дүниедегі барлық жан иесі түгел ұйып тыңдайды. Қорқыт осылайша ұйқы көрмей, күндіз түні қобыз тартып, ажалмен арпалысады. Көп заман ұйқы көрмей, әбден қалжыраған Қорқыттың көзі ілініп, қобыз үні шықпай қалған сәтте, оны аңдып отырған ажал судан жылан болып келіп, шағып өлтіріпті. Қандай қызық, мәңгілік өмір іздеген екен ғой. Мәңгілік өмір бар болғаны ма, ата? Балаларым, мәңгілік өмір дегенің артыңда қалған жақсы істерің мен ақылды ұрпағың ғой. Онда біз де мәңгілік өмір сүреді екенбіз ғой. Әли, қайдағын айтпай тыныш тұршы. Әли дұрыс айтып тұр. Жақсылық іс мәңгілік болады, балаларым.
Сендер де жұдырықтай жүректеріңмен жақсылық жасап жүрсіңдер. Сәттілік серік болсын сендерге. Рахмет ата, сау болыңыз. Біз ескерткішті өз көзімізбен көріп шығайықшы. Әрине, жолдарың болсын. Келіңдер ендеше естелікке суретке түсіп алайық. Ой, Мади, Али, тағы хат келді ғой. Қуанышты хабар болса екен, не деген екен, қане көрейік. Жарайсыңдар балалар, қазір сендер даналық кілтіне ие боласыңдар. Сендер көп еңбек жасап, білім жинадыңдар. Ендігі аялдама Байқоңыр, сонда барып ұшуларың керек. Алақай, естідіңдер ме достар? Біз бәріміз жарадық. Кішкене демалайық, содан соң жоспарымызды құрып алуымыз керек. Мұна бәлелер тағы шықты ма? Өздері бір тыным таппайды екен. Бұларды қалай құртсам екен? Таптым. Мен бұларға арам ой жіберіп, миларын улаймын. Ха. Мәди, Ару, саяхатымыз аяқталып келеді. Бәрі біткен соң қалаға ораламыз. Сол кезде алтын кілтті мен таптым деймін. Әли, оны сен тапқан жоқсың. Біз болмағанда сен тіптен орныңнан да қозғала алмайтын едің. Солай емес пе, Ару? Сондықтан кілтті мен таптым десем дұрыс шығар. Оларың не, достар? Мен Қызылордамның 200 жылдығы қарсаңында туған қаламның туған күніне тосын сый болсын деп жүрсем, алтын кілтті өзім таптым деймін. Сендер сатқынсыңдар, мен сендерге ренжідім. Мен де ренжідім. Алтын кілт менікі болуы керек. Мен сендермен келіспеймін, сондықтан бірге жүрмеймін. Балаларым, бұларың дұрыс болмады. Үшеуіңнің де еңбектерің зор болды туған жер үшін. Бұлар елдің балалары, бірін-бірі батырым дейді. Сендер кірпіші қасиетті, құндылықтан құралған елдің балаларысыңдар ғой. Тату болыңдар. Бөлінгенді бөрі жейді. Сырттарыңда ұрылар тұр қаумалап. Кәне татуласыңдар. Алтын кілтті алып, ел үшін еңбек етіңдер. Мен батамды бердім. Істеріңе сәт болсын, балапандарым. Мен не істедім? Менікі дұрыс емес қой. Олар мені қиындықтан құтқарған кезде мен өзім көмегімді аямаймын деп уәде бергенім қайда? Қиын кезде тастап кеткенім дұрыс болмады ғой. Тездетіп достарыма жетейін. Шынында кілтті мен таптым ба? Жоқ, ендеше неге таласып жүрмін? Олар мені аяғымнан тік тұрғызды ғой. Мен жақсылыққа жамандықпен қайтарам ба? Жоқ, бұлай болмас. Барып кешірім сұрайын. Істі аяғына дейін жеткізуге атсалсайын. Өзімнің туған қалам үшін бәріне даярмын, бірақ достарым болмаса, мен бұл жетістіктерге жете алмайтын едім. Олар мен үшін талай қиындыққа барды ғой. Олар болмаса, мен алтын кілтті таппас та едім ғой. Қой, достарымды жоғалтпай тұрғанда тезірек барайын. Қайырлы таң, достар. Мені кешіріңдер, алтын кілтті екеуің таптыңдар. Сендер болмағанда мен бұл жерге келе алмайтын едім. Ол не дегенің, Ару? Бұл негізі сенің бастамаң емес пе? Кілтті сен таптың. Бізді кешір, асығыс шешім айтқанымыз үшін. Мәди, дұрыс айтасың. Біз Аруға көмек береміз деп уәде еткенбіз. Сондықтан, Ару, кілтті өзің ал. Достар, біз осылайша айтысып тұрғанда уақытымызды жоғалтып аламыз. Жүріңдер, ғарыш айлағына барайық. Міне, тағы да хатымыз келіп жетті. Оқып көрейік. Достар, сендер соңғы аялдамаға келдіңіздер. Барлық нүктелерден жинаған кілттеріңді біріктіріңдер. Сонда үлкен кілт пайда болады.
сол кілтті зымыранға апарып орналастырыңдар. Ол сендерді ғарышқа апарады деп жазылыпты. Қане, мына кілттерді біріктірейік. Әкел, бәрін қосамыз. Бәріміз бірге. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ғажайып кілт мұнда кір. Алақай, сәт сапар, алақай. Сәлем, біздің ғаламшарға неге келдіңдер? Біз алтын кілтті алуға келдік. Біз оны сендерге бере алмаймыз. Ал біз алтын кілттің орнына сендерге ғажайып сиқырлы кілт береміз. Міне, алыңдар. Қане, жарайды, ұқсайды екен. Бұдан бұлай біз дос болайық. Біздің ғаламшарлар даму үшін біз бейбітшілікте болуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Біз қарсы емеспіз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Міне алтын кілт. Абай болыңыздар, жоғалтып алмаңыздар. Енді тұғырына орналастырайық. Әбден бекітейікші. Енді ешкім ала алмасын. Туған жерімізге ешкім қауіп төндірмесін. Содан бері Қызылордада бәрі басқаша болып, баяғы қайнаған тіршілігі орнына келіп, дүлей дауылдың орнына сырдың самалы соғып, нөсерлі жаңбыр ақ жауынға алмасыпты. Адамдары аурудан айығып, қарттары қадірлі, жастары жайдарлы болыпты. Бәйгеде алдарына жан салмапты, шетелдіктер қызығып, өз бастамаларын Қызылордада іске асырыпты. Теңіз қайта келіп, өркениет өзені арнасынан асып, күріштері жайқалып өсіп, жыл сайын миллиардтаған рекордтар жасап, әлемді күрішпен қамтамасыз етіпті. Өркениет өзеніне сұлу Сырдария деп ат қойыпты. Сол жағалауынан ғажайып қала тұрғызыпты. Қызылорда сәт сайын жаңарып, ғаламшарларға қатынайтын бекет салыпты. Күллі әлем Қызылорданы жер кіндігі деп танып, әлемдегі ғажайып қала деп атапты.